Қадірменді YouTube оқырмандар, сіздер Зейнет Ахметованың Күре тамыр кітабын тыңдаңыздар. Қазаққа ой салады, жүрекке жылу тербейді. Ит жейде немесе ит көйлектеген. Ит жейде баланы мынау жарқ жалғанда киетін ең алғашқы киімі. Оны тек кіндік шеше әкеледі. Бұл кәдімгі жейде сияқты емес, қолтығынан ойып, жең шығарып, қолмен көктеп тіккен уақытша киетін көйлек. Нәрестенің терісі тым нәзік болғандықтан, жұмсақ матадан тігісін сыртына қаратып, кең мол әрі ұзын етіп тігеді. Мұның өзіндік мәні бар. Біріншіден, баланың емін-еркін жатуына ыңғайлы болсын дегені, ал негізінен басты мағынасы тереңірек жатыр. Тіршілік деген бір қалыпты зырылдап өте шығар. Тақтақ жол емес. Өргеде өрлейсің, төменгеде сырғайсың. Күн мен түн секілді жақсылық пен жамандық, молшылық пен жоқшылық бірге жүреді. Аққан селдей, ескен желдей өте шығар. Қысқа өмірде таршылық көрмесін, басына тартса аяғына жетпейтін мұқтаждыққа тірелмесін деген ақ тілеу ит жеңді берекелі етіп тіккен екен. Кейінгі заманы кіндік шешелері дүкеннің дайын киімін алады. Жейдесі кіндігіне де жетпейді. Ата-бабаларымыз жақсы сөз жарым ырыс деп, сөз киесін жете ұққандықтан айтқан. Олар жаратылыс пен адам болмысының байланыстыра отырып, тұрмысқа енгізген ырым-тыйым, әдет-ғұрыптары ойсыз, негізсіз шықпағаны аз да болса, зерделі адамды бей-жай қалдырмаса керек. Осынау ұлан-ғайыр кең байтақ жерге елі кеткен көшпенділер атанған халық ерлігі мен өрлігін, парасаты мен даналығын шартарапқа танытып, тұтастығын мойындата білгені тарихи шындық. Бүгінде қарап отырсаңыз, өз елінде, өз жерінде үйсіз-күйсіз күн кешіп, базарда ала қоржын арқалап, жаңбағыстың жарапазына түсіп, басына тарса аяғына жетпей, тұрмыс тауқыметін тартып жүрген өз қазағымыз емес пе? Қай тұста ата жолынан адастық, қай жерде жанылып жаза бастық, туралықтан қашан тайдық? Жауап іздейміз, себеп іздейміз. Біз бір күнде жетпедік қой бұл күйге. Тасын ала берсе, тауда таусылады дегендей, ана жерден мына тұстан там-тамдап ұлттық қасиетіміз мұжыла берді. Сөйтіп көп, аздан көлемді көп жиналғанын білмей қалдық. Тікелей ит жейдеге қайта оралайық. Оны сәби қырқынан шыққанша киген. Баланы қырқынан шығарғанда ит көлеке өрк мейіз тәтті мәтіні тиіп, иттің мойнына байлап жібереді. Балалар итті қуып жүріп, ұстап не алдап шақырып, мойындағы жейдені шешіп алып, ішіндегісін таласып жейді. Босаған жейдені үлкендерге қайтарып беріп сый алады. Қазақ халқы итті 7 қазынаның бірі деп әтеуірлейді. Ит адамзаттың жер бетіндегі алғашқы серігі, қорғаушысы, әрі иесіне адал берілген күзетші. Адам ата мен Хауаны пештен қуылғанда ит олармен бірге келген деген аңыз әлем халықтарының бәрінде дерлік бар. Иттің және бір қасиеті көптен күшіктейтіндігінде баланың артынан бала ерсін, шаңырақ баланың шуысына толсын деген тілек жатыр. Содан кейін тілімізде итжанды деген сөз бар. Иттің төзімділігіне, қайсарлығына байланысты айтылғандықтан да, баланың бойында қайсарлық пен табандылық, адалдық қатар өрілсін, тіршілікте кезігер қиындықтарға төзе білсін деген ақ ниетпен ит жейде итке байлаған.
сол жидені бала көтермей жүрген әйел қалап алатын да салт болған екен. Осы жерде сонау жас кезімде болған күні бүгінге дейін көз алдымнан кетпей, жадымнан шықпай жүрген бір кішкене көрініс айтудың реті келіп тұр. Анамның Атамқұл дейтін туысы бар еді. Сол нағашымды Алматыда тұратын үйлі жайлы екілі, екі жағынан үгіттеп қалаға көшіріп әкетпекші болды. Сонда нағашым ұлдарына: «Қайда жүрсеңдер де Құдай беттерінен жарылқасын. Менің бата тілегім қашанда сендермен бірге. Тістік өмірім бар ма, жоқ па, білмеймін. Ол тек бір Аллаға аян. Тоқымдай жерге сиятын тұмаршадай тәнімді сүйреп туған жерімнен ешқайда қозғалмаймын. Мына жерге аталарым ат байлап, аналарым күл төккен, кіндігім осында кесіліп, ит жейдемді иттің мойнына осы жерде байлаған» деп туып өскен қара арасын құшақтағысы келгендей құлашын жайып тұрып қалды. Жасы 70-ке келген адамның өзі көрмеген ит жейдесін есіне алғаны сол кезде маған күлкілі көрініп еді. Кейін түсіндім. Екі ауыз сөзбен туған жеріне, өскен отанына деген шексіз адалдық пен сүйіспеншіліктің ғажап үлгісі айтқан екен. Қайран баяғының иман жүзді ардаққа қарттар-ай десеңізші.